Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, мамықтай болып шығатын пеште пісетін пирожкилердің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менен шығатын керемет рецепттер жіберіп алмас үшін. Ал кеттік. Алдымен бір үлкендеу ыдысымызға жылы суымызды құямыз және жылы сүтімізді құямыз. Екеуі де жылы болуы өте маңызды. Содан соң бір шай қасық тұзымызды, 2 ас қасық қантымызды салып, сұйық майымызды құйып, 1 ас қасық дрожжымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң мен 2 жұмыртқаның ақуызын және сарыуызын бөліп алдым. Оның ақуызын қосып, сарыуызын бетіне жаққанға пайдаланамыз. 2 жұмыртқаның ақуызын қосып, жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнымызды аз-аздан електен өткізіп отырып қосамыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп қосуға тырысыңыздар, өйткені електен өткен ұн өте жақсы көтеріледі және жұмсақ болуға көмектеседі. Аз-аздан қосамыз, барлығын қоссаңыздар қамыры қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан қамырымыз жұмсақ болу үшін ең алдымен осылай қасықпен араластырып, сосын кішкене қатайғаннан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болуы тиіс. Бізде кішкене қолға жабысатындай осындай жұмсақ қамыр шығады. Оның бетін жауып 30-40 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілем дегенше сол арада салмасын дайындаймыз. Картопты ашып, турап, жақсылап су құйып, тұзын салып, қайнатып пісіріп аламыз суға. Салмасын кез келген салма пайдалана берсеңіздер болады. Капустаны қуырып қоссаңыздар да болады. Мен осылай картопты қосатын болдым. Сосын бір жуамызды да турап, жақсылап майға қызарғанша қуырып аламыз. Осылай қызарғаннан соң оттан алып, суытып қоямыз. Піскен картопымыздың суын төгіп тастап, шанышқымен немесе картопешкіспен жақсылап езгізіп аламыз. Сосын қалауыңызша қара бұрыш, паприка, тұзын салып, пиязымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің салмамыз дайын. Мінекей біздің 30-40 минут тұрған қамырымыз осылай керемет болып көтеріліп шығады. Қамырымызды үстінен қатты баспай, бөлшектерге бөліп дайындап аламыз. Қамырларымызды дөңгелек формаға келтіріп, бетін жауып, тағы да бір 10 минутқа қойып қоямыз, бетін жауып. 15 минут тұрған қамырымызды алып, шет-шетін басып, ешқандай ұнсыз, тек қана қамырдың өзін осылай басып шығамыз. Біздің қамыр өте жұмсақ болғандықтан оңай жайылатын болады. Жайып, салмасын салып, 2 шетінен бір-біріне жабыстырып, түйіп шығамыз. Қаттырақ қысып жабыстырыңыздар, өйткені қамырымыз ашылып кетпеу үшін, сондықтан қаттырақ қысып, жақсылап формасын келтіріп аламыз. Барлығын түйіп дайындап болғаннан соң, жаңағы алып болған жұмыртқаның сарысын осы пирожкилеріміздің бетіне жақсылап жағып шығамыз. Соң пышақпен бетін әдемі көріну үшін осылай тіліп шықсаңыздар да болады, бірақ бұл маңызды емес. Бұлай жасамасаңыздар да болады. Қызып тұрған 200-250 градус пеште 10-15 минут шамасында қызартып пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пирожкилеріміз өте жұмсақ, мамықтай болып шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецептіні соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Менен шығатын келесі керемет рецептерді жіберіп алмас үшін видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыз.